Ауылда салауатты өмір салты насихаттау бұл жай ғана ұран емес, бұл ұлтты сақтап қалу жолы. Егер әрбір ауыл тұрғыны зиянды әдеттерден арылып, табиғи өнім тұтынып, спорт серік етсе, мемлекетіміздің іргесі мықты болады деп есептеймін. Өмір салты дегеніміз тек дұрыс тамақтану ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаның тазалығы, ауыл көшелерінің тазалығы, ауыз судың сапасы, үй маңындағы санитарлық талаптарды сақтау, ауруларды алдын алу шараларын жасау, тазалық имандылықтың жартысы екенін ескеріп, әрбір ауыл тұрғыны өз ауласын, өз көшесінің тазалығын ұстау арқылы ортақ салауатты орта қалыптастыруға үлес қоса кетеді. Брейра Ринатова, Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Тақыр негізгі орта мектебі 8-ші сынып оқушысымын. Мен таңдаған тақырыбым ауылдағы салауатты өмір салтын ұстану. Ауыл қазақтың алтын бесігі, салт дәстүрінің таза табиғатының символы. Қаланың қағаласының тіршілігімен салыстырғанда ауылымыздың салауатты өмір сүруге қажетті ең басты факторлар бар. Таза ауа, табиғи тағам және де тұрақты дене еңбегі. Сол себепті де салауатты өмір салтын ауылды жерде насихаттау бүгінгі күннен бастап өзекті мәселеге айналды. Ауыл тіршілігі физикалық еңбекпен тығыз байланысты, дегенмен тек күнделікті шаруашылықпен шектелмейді. Жүйелі спорт, серік ету маңызды. Яғни ауылда өзіміз сияқты қатарластармен бірге ұлттық ойындар, күрес, бәйге, асық ату, тоғызқұмалақ секілді ойындарды қалыптастыру. Сондай-ақ күнделікті спорт залдан табылу, волейбол, баскетбол, футбол тағы басқа ойындар арқылы біз зиянды әдеттерден алшақпыз. Менің ойымша спортпен шұғылдану адамның ерік-жігерін мықты ойын тазалығын